Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте дәмді гороховый суптың рецебін ұсынамын. Олай болса, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай етімізді жақсылап турап, майымызды қыздырып, қазанымызға салып қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз етімізді. Содан соң пиязымызды, сарымсағымызды турап, және етіміздің үстіне салып қуыратын боламыз. Міне осылай етіміздің үстіне салып қуырып аламыз. Содан соң сәбізімізді және картопымызды барлығын майдалап турап аламыз. Барлығын осылай турап аламыз. Содан соң қуырылған пиязымыз бен етіміздің үстіне салатын боламыз. Ендігі кезекте томат пастасын саламыз, тұз саламыз, укроп, жаңағы қандай зелень болса да салсаңыздар болады. Содан соң осындай роллтонның приправасын салдым. Және араластырып аламыз. Барлығын осылай жақсылап қуырып аламыз, содан соң үстіне су құямыз. Әрине суды үйлеріңізде қанша адам соған қарай құйсаңыздар болады. Енді біреулер қайнап болғаннан кейін барып салады горохты. Мен осылай суды құйып болған соң үстіне сразу горохты салатын боламын. Осымен тамағымыз дайын, ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді.